Мен бір инновациялық форсаж деген жоба жасаған кезде, Шудан ғой деймін, қателеспесем, Тараз өңірінен бір инноватор келді. Ол кісі кәдімгі осы коноплядан сабын жасаған, жаңа өзіңіз айтып отқандай, әртүрлі иіс сулар жасаған екен, тіпті. Сол осыдан бір 7-8 жыл бұрын сол кісілер кәдімгі мынаны өндірістік мақсатта қолдануға рұқсат беріңдер деп жүретін тұғын. Дұрыс айтасыз. Осындай инноваторлар бар еді сол кездің өзінде. Қазірдің өзінде бұған қызығушылық танытып отырған инвесторлар бар деген ақпарат алып отырмыз. Бірақ біз мынаны түсінуіміз керек. Шу алқабында өсетін, басқа жабайы өсетін жаңа конопля, каннабис дейміз, қарасора дейміз. Қарасора бұл бөлек. Олардың құрамындағы жаңағы есірткілік құрамы 15%-ді құрайды, одан жоғары. Ал біз айтып отырған өнімдерде 0,3-тен аспау керек. Оның асып кетпеуін, оның өсіру алқабын олар мөлшерін азайтып қосып жасаса ше, жаңағы мысалы шығарайын деп отырған сабынын. Оны бізде ішкі істер министрлігі ұдайы бақылауда ұстайды. Өйткені біздің білесіз, елімізде есірткі айналымына қатысты өте заң қатал. Қай жерде өседі сонда жаңағы сіз айтып отырған пайыздағы? Маған жеткен ақпараттар бойынша солтүстік Қазақстан облысында және Қызылорда, Түркістан облыстарында өсіру көзделіп отыр. Ол арнайы сортын өсіреді. Ол сорттың қандай сорт болатындығын ауыл шаруашылығы министрлігі анықтайды. Олар анықтайды, сосын сол сорт өсіріле бастайды. Ол өсірілетін алқаптан бастап өнеркәсіпке барып, өнім шыққанша ішкі істер министрлігінің бақылауында болады жалпы. Және ол жердегі мысалы өнеркәсіптің құрылысы, инфраструктурасы қарапайым өнеркәсіппен салыстыруға келмейді, ол қатаң болады. Жаңағы темір қоршау деген сияқты. Режимдік объект болады десеңізші, соған ұқсас әскери база сияқты өте қатал болады. Және ол жерде лицензияланған күзет қызметі қойылады. Күзет қызметінің жұмыс сапасы күзетшілердің санының талапқа сай болуында, яғни ішкі істер министрлігі қатаң бақылауда ұстамақ.